Аққуды атпа. Ертеде Ақтангер деген аңшы болыпты. Ол аң аулап күн көреді екен. Бірде бір көлге тап келеді. Көлден жалғыз аққуды көреді. Аққуды атпақшы болып, мылтығын кезей бергенде, періштелер «Атпа!» деп айқайлайды. Аңшы кім айқайлағанын түсінбейді. Жан-жағына қараса, ешкім жоқ. Қағыс естіген болармын деп тағы оқтала бергенде, «Атпа!» деген дауыс шығады. Аңшы бұл жолы да кідіреді. Үшінші жолы шүріппені басып қалады. Періштелер мылтығын қағып жібереді. Оқ қисық ұшып, аққудың аяғына тиген екен. Аққу сұңқылдай ұшып, көзден ғайып болады. Аңшы періштенің наласына ұшырайды. Өмірден бақытсыз болып өтіпті. Қазақ арасында аққуды атпа деген тыйым осыдан қалыпты. Қос қанатын дүр сілкіп, жан жағына қаранып, садақ мойны иілтіп, сылаң қағып таранып, қайта-қайта саңқылдап, қанаттарын қақтаққу, айдын көлде жалтылдап, жүзгенде бір аппақ ту. Келсе дағы қарсы дәл, мерген оны атпады. Оның дағы бар шығар, аққу сынды аппағы.